Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңыз қайырлы күн, қалайсыздар ма? Қазір бізде әует уақыты, тауықтарымызға келдік. Енді қазір тауықтарыма суға араластырып беріп жатырмын. Жоқпын жемді. Былайынан беріп жатырмын, өйткені потому что бұларға мен туғызатын жем беріп жүрмін ғой. Сол енді соны бір аптадан кетті, демалтып жатырмын. Таңертең 4 жұмыртқа алып кеттім, ертемен келіп, қазір тағы да алайын деп келіп тұрмын. Сіздерге бір видео көрсетейін деп түсіріп жатырмын. Біреулер айтуы мүмкін, ой, туып отырған жоқ шығар, өтірік анау мынау деп. Оны да сіздерге дәлел ретінде таңертеңгісін келіп алып кеттім. Соны қазір енді әуетте тағы алайын деп жатырмын. Міне 2 жұмыртқа мынада. Çıkınдар кішкені бар, шырқпайтындар. Айтешім кішкені нормально қойып. Нормальнысын ба? Жақсы қолма бар. Жемже бар енді. Мінекей. 2, 3, 5 жұмыртқа туған. Таңертең 4, 9 жұмыртқа болды уже. Твай, шүкір Аллаға, шүкір. Түкіріп қойыңыздар, көстейік көйт тауықтарын тумай қалмасын. Мінекей туып жатқан осы тауықтар. Енді тауықтарымды бастырту керек уже маған деген. Балапандарым жай қалып қойса, жай қалып қойды. Сол себепті тауықтардың жеміне, ендігі мәселе жеміне дрож қосып беруім керек. Енді қазір былай жасайын деп тұрмын ғой, немесе айтып жіберейін. Сіздерге де керек ақпарат қой бұның барлығы. Так, 2-3 күн осылайынан тірілей берем, суға езбей. 2-3 күннен кейін суға езіп берем, бірақ та туғызатын жемді қоспайым. Сосын көбі сұрап жатыр ғой. Мен видеоларым толық қараңыздар, YouTube-ға да кіріп қараңыздар. Мен сіздерге көрсеттім, барлық видео бар. Қайта салай бір видеоны айналдырып салай бергенге тағы болмайды. Міне, несушка дейді. Осындай сатып аласыздар. Осылай ұстап тұра тұрайын, скриншот жасап алыңыздар. Осыны суға араластырасыздар ғой, жемді суға араластырып бергеннен кейін ыстық суға араластырасыздар. Содан кейін осыны қосасыздар. Сонда артында барлығы бар. Перепелға, индюкке, көз дейді, қазға, үйрекке, тауыққа бәріне бересіздер. Обязательно артында несі бар. Шағырылған күні соңында қарап қойыңыздар. Ескі оқып болып жүрмесін. Өтпей тұрған бір аптекден не алып алып. Соны бересіздер. Ендігі мәселе. Так, мен былай жасайын деп тұрмын. Қазір 3 күн қатарынан кукуруз берем. Тірілей кукуруз берем. Кукуруз беріп болғаннан кейін менде енді әртүрлі жем бар ғой, міне. Әртүрлі жемді араластырып, мынаған араластырам суға, су және де дрож қосам. Дрожды 1 күн бойы қойып қоям. Дрожды қосып, ол дейтін ісінет, өсет. Жемдерді дрожда бана ашиды ғой. Ашығаннан кейін барып тауықтарыма берем. Тауықтарым уже оны жегеннен кейін уже денелері қызып бастайды тауықтардың денесі қызғаннан кейін манағыда төсіндегі жүндері түсіп, жұмыртқаға жатып бастайды уже. Солай күштеп енді солай отырғызбаса, қазіргі уақытта енді қазір күн бір салқын бір не ғой. Қазір көп аспай қалуы мүмкін. Сол себепті солай берем. Әзірге солай берем енді. Содан кейін уже қазір апрель болып қалды, уже 5-6 күнде апрельде шығады. Қазір бастап бұларды балапан бастап ұстамаса, уже майда, июнь, июльде басатын болса, уже балапандар маржанын өсуі шамалап кетеді. Өзім енді күштеп ертерек бастыртам. 1-2 тауық бастырып жарайды, қалғандарын дальше больше көреміз. Өздері уақытын басады ғой. Главный өзіме ең біріншісінде бір 20-30 шақты осы тауықтарды бастыртып, 20-30 шақты балапан шығарып алсам, соның өзі жақсы болады маған. Соның өзі нормально болады. Бұларын ертерек. Так, менде тауық басатын тауықтар. Сосын келесі бір видеода сіздерге қандай тауық баса, тауықты қайдан білуге болады. Мысалы, тауық алғанда кәрі тауық, жас тауық дейтін сияқтарын барлығын видео сүр десеңіздер, комментарий жазып кетті, міндетті түрде түсірем. Міне